Сәлем достар, бүгін программирование курсының екінші сабағы. Біз JavaScript үйреніп жатырмыз. Variables деген өтеміз, переменный деп айтады орысша. String деген ол текстовый переменная және prompt. Мына файлы бар ғой, соны ашыңыз қайтадан текстовый редактормен. Осындай сізде қазір код болу керек. Болмаса, алдыңғы сабақты қараңыз. Мен қазір бір код жазам, сіз тоже көшіріңіз, оны кодты полностью. Мынаны кетіресіз, пробел қояды. Алдына тап қойып, кішкене түсінікті болсын. Так, енді қараңыз, бұл код не істейді? Age деген переменныйға 25 санын сақтайды. Окей? Так, келесі строка тоже variable, name азат. Азат деген сөзді name деген переменныйға сақтаймыз. И последняя строка console.log. Консольға имя и возраст жазады. Ctrl-S басасыз, болды, сақталды. Енді барып өзіңіздің бағанағы страничкаға барсаңыз, index.html ашсаңыз, Ctrl F5. То есть мына тоже алдында мен сізге мынаны бас деп айттым да, обновить ету үшін. Бірақ ол керек емес. F5 бассаңыз сол кезде обновить етеді. Все, Ctrl S и F5, мына азат 37. То есть біз переменныйда, бұл сабақтың маңыздылығы неде? Сіз переменныймен жұмыс жасауды түсінуіңіз керек. Просто азат 32 деп шығарсақ, ол да болады, бірақ біз именно бұл жерде переменныйды қолдандық. Хорошо? VS Code деген программаны скачать етейік, да? Бұл өте күшті программа, тегін текстовый редактор, короче. Сіз мына блокнотпен ашасыз ғой, бірақ блокнотта көрдіңіз бе, ыңғайсызда түрлі түсті емес, түсініксіз. Оңай болу үшін VS Code деген программаны қондырыңыз. Мен мысалы қондырдым. Енді кодымыз өте әдемі болды, да? Мінекей қараңыздар. Неге әдемі болды? Себебі осы Visual Studio Code білет. Бұл JavaScript екенін білет. Сондықтан соған әдемі түстерді қояды өзі. Көрдіңіз бе, мына комментарий екенін и так понятно біліп тұр. Мен алып тастасам, уже не то екенін біліп қалады, өйткені комментарий жоқ мына. Енді последний вот prompt деген нәрсе қалды, соны көрсетсем болды сонымен осы сабақ. Мен қазір тоже жазам. Кетіріп тастаңыз бәрін. Сіз соны көшіріңіз. Қалай? Все, да? Все. Save. Сәлем азат дейді. То есть мен жазғанымды шығарды. Ол уже интерактивная программа деп аталады. Ол сразу шығарып бір нәрсені ақпарат шығармайды, сенен бірінші сұрайды бірінші. Азамат десем, сәлем азамат дейді, түсіндіңіз бе? Вот, осыны промпт деп атайды. Достар, Инстаграмда Reels өте қысқа, сондықтан толық видеоны салу мүмкін болмады. Бірақ ютубта сол видео, осы видеоның толық нұсқасы тұр, бесплатно барып қараңыздар. Ютубтан Азат Ержан деп жазыңыз, сол кезде менің арнам шығады. Немесе маған YouTube деп жазып жіберіңіз, мен сізге сол ютубқа ссылка жіберетін боламын.